Жалпы бір айлыққа байланып жұмыс істеуге бірден бір қарсы адам өзіңізсіз ғой. Яғни қандай кеңес бересіз? Бәріміз айлық тастап жұмыстан шығып кетейік пе? Кез келген Европаның дамыған елінде 80% бюджетті құрайтын, 80% халықта шағын және орта бизнесте жұмыс істейді. Ол сол мемлекетте тұрақтылық болады. Өйткені үлкен мекеме, мысалы өте үлкен мекемелер банкротқа ұшырап құлаған кезде мыңдаған адамдар көшеде қалады, жалақысыз, олар басқа жерге тұра алмайды. Ал шағын 10-15 адам істейтін мекеме құласа, ол басқа жерге барып жұмыс тұра алады. Сондықтан елде тұрақтылық болу үшін 70-80% адамдар кәсіпкер болуға тиіс. Сол кезде мұғалімнің де жалақысы жоғары болады, табысы жоғары болады, жалақысы емес. Мысалы, айталық, біз ауыл шаруашылығындағы мал етін өсіреді. Мысалы, етті 2000 теңге болатын болса, басқалар қымбат дейді. Ана кісі қалай ет сатып алады? Ал ол кісінің ауыл шаруашылығындағы адамның етін сатып алу үшін ана кісінің жалақысы, табысы жоғары болуға тиіс. Жаңағы күтушінің балабақшада істейтін. Ал балабақшада істейтін адамның жалақысы, табысы жоғары болу үшін соған әкеп өткізетін бала бағып отырған адамдар төлей алуға тиіс. Бәрі бір-біріне байланысты ғой. Бұл жерде үкімет пен адамдардың арасында тауық бірінші ма, жұмыртқа бірінші туды ма деген осы сұрақ сияқты ғой. Шынымен де